20 ғасырдың бірінші жартысы Қазақстан үшін күрделі кезеңдердің бірі болды. Қазақ жерін басқарудағы отаршылдық пиғыл, көп жылдарға созылған азаматтық және экономикалық зәбірі, ата-баба жерінің талан-таражға түсуі, қазақ мәдениетіне деген жаулық көзқарас сияқты жағдайлар осы даланың байырғы тұрғындары тарапынан үлкен қарсылық тудырды. Әсіресе көз ашық қазақ интеллигенциясы алдыңғы лекте ат салысты. Солардың бірі Алаш қозғалысының көрнекті өкілі, ағартушы, ұлағатты ұстаз, әйгілі жерлесіміз Әбікей Сәтпаев еді. Ірі педагог, бірнеше оқу орындарының басшысы, Алаш қозғалысының көрнекті өкілі. Бұл Әбікей Сәтпаев өмірінің негізгі кезеңдері. Павлодар облысы Баянауыл ауданындағы Теңдік ауылы маңында, Айрық елді мекенінде дүниеге келген. Атасы Сәтпай айналасына беделді, сөз ұстаған, дана ақсақалдардың бірі болды. Көзі ашық оқыған азамат болу үшін Әбікейге ерте жастан білім бере бастайды. 1905 жылы Әбікей Омбыдағы мұғалімдер семинариясын аяқтап, Баянауылдағы Қазақ-орыс мектебінде сабақ береді. Сол кезден ақ Әбікей ынталы, зерделі балаларға білім беру мақсатына нықтап бекіді. 30 жасында Павлодардағы Қазақ-орыс училищесінде Әбікей Сәтпаев орыс тілі мен әдебиеті, тарих, география сияқты пәндерден сабақ бере бастайды. Бір жыл өткен соң бұл училищеге өзі басшылық етіп, 7 жыл сол лауазымда қызмет етті. 1917 жылы Әбікей Семей облыстық земство әкімшілігінің мектеп бөліміне басшылық етуге тағайындалады. Бұдан кейін де Әбікей Зейінұлы қызмет еткен басшылық лауазымдар көп болды. Соның ең бастысы Қазақстандағы ең алғаш ашылған Қазақ педагогикалық техникумының тұңғыш директоры болды. Замандастарының айтуынша Баянауылдың танымал мұғалімі өмір бойы өзінің күш-жігерін, білімі мен тәжірибесін жаңа мектептің жаңаша түрленуіне арнады. Оның басшылығымен ауылдар мен аудандарда сауатсыздық жою бойынша іс-шаралар жүргізілді. Мысалға 25 жылы орта мектептің оқушыларының күшімен бір жылдың ішінде 3,5 мыңнан астам ауылдың ұлдары мен қыздарын сауаттылыққа үйретті. Әбікей Зейінұлы өмір сүрген уақыт төңкеріс, азаматтық соғыс, бірінші дүниежүзілік соғыс, репрессия, аштық, жаппай қыру сияқты дүрбелеңдерге толы болды. Қазақ даласының оқығандары мен зиялылары халықты бұл тығырықтан алып шығатын жолды көп іздеді. Ауыл шаруашылығындағы, экономикадағы құлдырауды қалай тоқтатамыз? Қазақ ұлтының әлсіздігімен қалай күресу керек? Көптеген адамдар бұл сұраққа жауап беруге тырысты. Осы сәттен бастап оның саяси және бір мезгілде үкіметпен белсенді оппозициялық әрекеті басталады. Әбікей Сәтпаев ірі ағартушы, ғалым, публицист, ұлт-азаттық қозғалыстың көсемі Ахмет Байтұрсынұлымен тығыз қарым-қатынаста болды. Екеуінің бірге түскен фотолар да сақталған. 1916 жылы Ахмет Байтұрсынов және оның тобы әртүрлі саладағы қоғам қайраткерлеріне халықтың тәуелсіздігі мен бостандығы үшін күресте қоғамдық саяси жұмысты күшейтуге шақырды. Әбікей Зейінұлының әлеуметтік саяси қызметінің кешенді қырларын сипаттайтын тағы бір тармақ Шурай ислам ұйымының тарихымен байланысты. Бұл ұйым Түркістан автономиясын қолдау мақсатында 1917-18 жылдары Ташкенттегі интеллигенция өкілдері тарапынан құрылған. Сол 17 жылы Орынбордағы бүкіл қазақстандық съезі Қазақстан аймақтардан делегат ретінде 8 адамды бүкіл ресейлік мұсылмандар съезіне Шурай исламға қатысуға сайлады. Семей облысы өкілдерінің тізіміне Әбікей Сәтпаев та кірді. Онымен бірге өзге де ірі тарихи қайраткерлер бұл ұйымға тіркелген еді. Семей земство үкіметінің жұмысы туралы мәліметтерде Әбікей Сәтпаев пен оның замандастарының еңбегі туралы деректер сақталған. Ол құжаттардың бірінде олардың адам құқығы мен бостандығы жолында тегеурінді күрес жүргізгендігі айтылады. Бұған Орынборда 1929 жылы жарияланған Алашорда жинағында аудандық кеңестің бір қызметкерінің жарияланған жеке ісі дәлел бола алады. Алашорда басшысы Әлихан Бөкейхановтың Семейге келуіне де Әбікей мұрындық болған. Сонымен қатар Жүсіпбек Аймауытов, Сұлтан Махмұт Торайғыров, 20 жастағы Қаныш жалпы қазақтың қаймақтың бетіне шығар мықтыларын Семейге жинаған. Тарихта Әбікей Сәтпаев қатысқан көптеген саяси және наразылық оқиғалар болды. Басылымдардағы қоғамдық қарсылық ойлар үшін НКВД тарапынан қысымға ұшырады. Себептер қарапайым және қарабайыр болды. Ол Алаш қозғалысымен тығыз байланыста жұмыс істейтін бақуатты отбасынан шыққан. Сонымен қатар беделді мұғалім. Сәтпаевтың шексіз қудалануына байланысты оның бүкіл отбасымен бірге Қазақстаннан кетіп, Қырғызстанға Фрунзе қаласына қоныс аударуына тура келді. Бірақ бұл да көмектескен жоқ. Ол жерде Әбікей Зейінұлы педагогикалық институтта сабақ берді. Шәкірт дайындап, ғалымдардың қатарын толықтыруға талпынумен жүрді. Ұстаз шәкіртімен шарықтайды демекші, қазақтың есімін әлемге танытқан 3 ғұлама Мұхтар Әуезов, Қаныш Сәтпаев және Әлкей Марғұлан да Әбікейден білім алған, тәрбиесінен өткен.
Семей қаласында мұғалімдер даярлайтын оқу орны бар. Мұнда 100-ге жуық қазақ балалары оқып жатыр. Оның жетекшісі Әбікей Сәтбаев жолдастың тыңғылықты еңбегі және сүйіспеншілікпен атқарып жатқан жұмыстарының арқасында бұл мекемені Қазақ Республикасындағы ең озық оқу орны деп есептеуге әбден болады. Жары Камила ірі ағартушының өмірдегі тірегі бола білді. Жалпы Әбікей Сәтбаевтың жеке өмірі сәттілікке толы болды. Артында кейін үлкен азаматтары болып өскен 5 баласы қалды. Үлкен қызы Сәтбаева Райхан Әбікей қызы кейін атақты дәрігер, медицина ғылымдарының докторы, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген қайраткері болды. Оның жұбайы Қазақстан ғылым академиясының химия саласындағы алғашқы академигі, техника ғылымдарының докторы Әбікен Бектұров. Әбікейдің екінші қызы Раушан да дәрігер мамандығын таңдаған. Әпкесі сияқты ол да медициналық және ғылыми қызметтерінде де үлкен жетістіктерге жетті. Оның күйеуі әйгілі қазақ ғалымы, археолог және шығыстанушы академик Әлкей Марғұлан еді. Ал немересі Дәнел бүгінгі күні халықаралық Марғұлан қорының президенті болса, шөбересінің күйеуі ақын, меценат Еролан Қанапиянов, Еуразия мәдениет қорының президенті. Әбікей туралы кітаптардың шығуына атсалысып отыр. Революциядан бұрынғы қыр қазақтары арасында Сәтбаевтардан көп оқыған ауыл болған емес. Олардың ішінде Қаныштың ағасы Әбікей Сәтбаев Омбының семинариясын бітіріп, сол кездің өзінде орыс тілі мен әдебиетінің бірінші маманы болып шығады. Бүгінгі Шығыс Қазақстан, Семей, Павлодар облыстарынан шыққан жастардың Әбікейден оқымағаны кем-де-кем болуы керек. Алайда Әбікей Сәтбаев өз шәкірттері мен балаларының жетістіктерін көре алмай кетті. 37 жыл, қанды жыл ағартуш үшін соңғы жыл болды. Мұғаліммен алаш ордашыларды қудалау жалғасты. Бұл қанды қуғын нәтижесі тарихтан белгілі. Әбікей Сәтбаев тұтқындалып, сынақсыз мыңдаған басқа террорлық саясаттың құрбандары сияқты атылып кете барды. Бүгінгі күнге дейін жерленген жері әлі белгісіз. Жазықсыз, әділетсіз, қайғылы жағдайда білім беру ісінің үздігі. Қазақ интеллигенциясының ең жарқын өкілдерінің бірі. Ұлағатты ұстаз, ұлы ағартушы осылайша өмірден өтті. Қазақстанның ең көрнекті ғалымы, Қазақстан Республикасы ғылым академиясының бірінші президенті Қаныш Сәтбаев өзінің туысқан ағасы Әбікей Сәтбаевты өзінің рухани ұстазы екендігін өмір бойы айтып өтті. Білім алуыма зор септігін тигізген туысқан ағам, қарт интеллигент Әбікей Зейнұлы Сәтбаевқа өзімді ғұмыр бойы қарыздар есептеймін. Менің білімге деген ұмтылысым мен ғылымға деген махаббатымды алғаш болып сол кісі оятты. Әбікейді өмірге қайта келген Қаныш Сәтбаевтың қызы академик Шәмшия Бану Сәтбаева болды. Ғалымның ісін шәкірттері жалғап, бүгінде Әбікей Сәтбаев есімі Қазақстан тарихында өз орнын иеленіп келе жатыр. Павлодар облысында Әбікей Сәтбаев туралы бір қатар басылымдар мен кітаптар жарық көріп, Павлодар мемлекеттік педагогикалық университетінің ғылыми кеңесінің шешімімен биылғы жаңа оқу жылынан бастап Әбікей Сәтбаев атындағы стипендия тағайындалды. 2001 жылы Павлодар мемлекеттік педагогикалық университетінің аумағында халық ағарту ісінің көрнекті қайраткері, Қазақстандағы алғашқы педагогикалық техникумның директоры, ағартушы педагог Әбікей Зейнұлы Сәтбаевтың бюсті орнатылды.